Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үй жинайтын боламыз. Үйдің іші деген бар ғой, ағып кеткен ғой. В общем, бүгіндікке мен нелерді, көрпешелерді, жастықтарды күнге шығардым. Бүгін өте керемет күшті күн болғаннан кейін далаға шығарып жайып алдым. Олар жайылып тұрамын дегенше кухняны жинап алдым. Әрине, душтың ішін жинап алдым. Душтың іші де өте қатты шашылып кеткен. Сондықтан душтың ішін бірінші жинап алдым да, одан кейін барып қазір түскі асымды іштім. Бүгін кештеу іштік түскі асты, сонымен кішкене отырып, сөйтіп қазір үй жинауға кірісейін деп жатырмын. Қазір сіздерге кухняны көрсетемін. Кухняда өте қатты ластанып кеткен. В общем, қазір сіздерге үйдің ішін жағдайын көрсететін боламын. Мінекей шай ішетін жерден көрсетейін сіздерге. Мінекей мына жақта осындай шашылу болып жатыр. Мінекей алматтың трикосын бір шаю керек. Мына жерден андай шашылу. Мына жақта мінекей көрпелерді жаңағы күнге жайдым дедім ғой, осыларды жақсылап қазір орын-орнына жайғастыратын боламыз. Ана жерде шашылып жатыр. И мына жерде осылай шашылып жатыр. Свет жақып қойын. В общем, осындай мінекей. Мына жақта осындай, мына жақтарда да осындай шашылу болып жатыр. Мінекей қазір осының бәрін жинайтын боламыз. Мына жерде де осындай. Мінекей көше барлығы шығуға дайын тұр ғой. Тағы бірдеңке бір күн жинамасам барлығы шығып кетейін деп тұр далаға. Мен де мына жақты жақсылап жинап алдым мен. Душтан бастап, одан кейін барып осы жаққа былайынан келдім ғой, осылайынан келдім ғой. В общем, стиральный машинамды жуып алдым. Мыналардың бәрін кебуге қойдым. Мына жерін ашып, мына жақтардың бәрін, ана жеріндегі суын алып, мына жақтың бәрін жақсы осы жерде бар ғой, әдемілеп жинап алдым. Өздеріңіз көріп тұрғандай әдемі ғой, иә. Қазір мына жақты көрсетемін сіздерге. Та-дам! Мына жақ шашылып жатыр ғой. Мына жақта осындай шашылып жатыр. Жаңағы түскі асты іштік, сонымен барлығы өйстіп жинап қойдым. Қазір үйді жинап боламын, сонымен мына жаққа осы жаққа шығатын боламын, осы жақты жинайтын боламын. Бірінші үй жинап алайыншы, а то қазір мына жерді жинайтын болсам, тағы да кешке шейін жүрейін деп тұрмын. Үй тағы да жиналмай қалайын деп. Енді сіздермен бірге әдеттегідей осы бөлмеден бастаймыз, өйткені осы бөлмеден бастағанда мен жақсы көремін. Бірінші осы жақты жинап алам, содан кейін барып қалған істерге кірісетін боламыз. Мінекей мына жерде әдеттегідей тағы да киімдер шашылып жатыр. Бұл жерде бізде уже қалыпты жағдай, өйткені бір киер киім магазинге басқа жаққа шыққан кезде киімдерді осы жаққа жинайтын болғанбыз. Қазір бізге осы жер ыңғайлы. Мына жерде енді көрпелерді күнге жайып алғаннан кейін орнына қайтадан қойып қойын деп отыр. Өте керемет болған көрпелерді құшақтасаң жып-жылы, күннің иісі деген күшті шығып тұр. Прям енді кешке таман жатқан кезде осы көрпелер жып-жылы, кәдімгідей біреу жылтық қойғандай күшті болып тұрады. Көтеріліп қалған көрпешелердің бәрі күнге кәдімгідей көтеріліп тұрады ғой көрпешелер. Сондай өте керемет болған. Мына жерде мына көрпені жудым. Сонымен сыртын қаптамақшымын, өйткені сыртында өз көрпенің өзінде жудым. Бұл бізде бұрыннан келе жатқан көрпе. Мен өзім бұны негізі тастайын ба деп, бірақ қимадым тастауға. Осыны өте жақсы көремін. Көбінесе өзім жамылам, жеңіл әрі жұқа. Мына жерде байқағандарыңыздай шашым шығып кеткен, әдемілеп буып қойған болатынмын. Жоқ, бәрібір де шығып кетеді. Қатты буып қойған түрім ғой, енді тірлік істеген кезде шашым шашылмасын деп, сонымен осындай буып қойған болатын, бәрібір шығып кеткен енді. Алдында мынандай қызық жағдай болды. В общем, үйге көршіміз келді. Есікті қағады. В общем, далаға шықтым да, сөйтсем көршім бала шағасымен тұр екен. Енді кіруге амал таппай тұрды. Енді сразу айтса болады ғой деймін да. Мысалға, светімді қиып кетті, сіздердің үйіне отырсам бола ма, зарядкалап, соткаларымды зарядкалап, содан кейін шығам, кетеміз деп. В общем, бүткіл көршінің бәрін жамандап, жоқ деймін да, деп шықты. Bir кезде не болып қалды екен деп ойладым да. Не болып қалды деп сұрасам, мынаған кірсем, анау кіргізбейді, үйімде мынаған кірсем, мынау кіргізбейді деп маған бәрін жамандап отырды. Мен келгелі соған сеніп отырмын ғой, кәдімгідей шынымен де кіргізбеген екен ғой. Неғып болар кіргізбейді, шындыма деп қоямын ғой. Кейін үйге кіргіздім, кейін әңгіме айтып сағат 12-ге шейін отырдық, бала шағасы отырды, одан кейін соткаларын зарядкалап алдым. Мен онда как-то онша ол көршіні қатты жақтыра бермеймін, сондықтан тез кеткен қаладым, шын айтқанда. Одан кейін
кетті. Одан кейін папамыз айтады ғой, өтірікті айтпас үйіндегі просто светтерін қиып кеткен. Содан кейін барып енді свет жоқ, енді амал жоқ, енді солай жаңағы үйге келіп зарядтап әшейін зарядтап алуға бола ма деп сұраса болады. Бүткіл көршінің бәрін жамандамай дейді. Расымен де мен кейін ойланып қалдым да, шынымен де жамандамай әшейін менен келіп сұрап, осындай жағдай болды, не істеп алайын, зарядтап алайын деп сұраса, зарядтап береміз ғой, онда тұрған ештеңе жоқ. Сөйтсем бүткіл елдің бәрін өйтіп жамандайтындай кәдімгідей мен өзім біртүрлі болып қалдым. Мен шынымен де сеніп қалдым. Кәдімгідей сөйтіп сондай жағдай болды екен деп. Ол маған басқаша айтты. Негізі үйіміз өртеніп кете жаздады, светіміз күйіп кетті, үйім өртеніп кете жаздады деп маған айтты. На самом деле басқаша болған. Мен кеңес бәріне сене берем ғой негізі. Сіздер де сондайсыздар ма? Біреу айтса сенесіздер ме? Или кішкене болса да миыңыздан фильтрдан өткізіп барып сенесіздер ме? Мен аузым ашылып кәдімгідей сеніп жүрмін ғой. Сөйтіп ше, ол кісінің айтқан көбінесе негізі мен көбінесе мән бермеймін, сенбеймін да. Бір жол енді жаман қатты сендім да. Бір жағынан көршілерімді де жеп көре бастадым. Неге кіргізбейді, кіргізе салса болады ғой, зарядтап бере салса болады ғой деген. Менде сондай көршілерге деген жаман сондай ниет болып қалды да, менде жаман не болып қалды да. Сөйтіп екі ортада сондай от салып отыр да, маған негізі ондай ұнамайды. Негізі мен өзіме күлкім келгені сол кісіге кәдімгідей сеніп қалғаным. Өз-өзіме таң қалып жатырмын негізі. Бұл негізі өзімнің басынан өткен оқиға. Бірақ ойланып қарасам, адам деген бір пәсте жынды болып қалады екен ғой. Екі ортада жынды боламын десе, барлық нәрсеге сенем десе сеніп қала береді екен ғой. Кәдімгідей адамның мінез құлқын біле тұра сөйтіп сеніп қалғаныма өзім таң қалып отырмын. Негізі кей кезде ойланып қаласың өзің, ой сенбеймін, бүйтпеймін, былай істемеймін дейсің да, самом деле көзіңді байлап қойса барлық нәрсеге сеніп қала береді екенсің ғой. Осындай сенгіштік адамды кей кезде құртады. Мен көбінесе көп сеніп қаламын, өйткені ортамда ондай қатты арамдық ойламаймын. Мен шынымен де сондай болады екен ғой деп мен көбінесе сөйтіп сеніп отыра беремін, аузымды ашып, кейін барып көзімді ашқан кезде сондай болады екен ғой деп. Сол кезде ғана миыма жетеді. Одан кейін түстен кейін миыма жетеді. Кейбіреулер намектап тиіскен кезде түстен кейін есіме түседі ол нәрсе. Ол солай айтты ма, мен неге сол кезде айтып қалмадым деп ішім күйіп отырады кей кезде. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай мына жерде палас жоқ, паласты жуып тастадық. Бағана айтқандай өте қатты ластанып кеткен, әрине. Бір жуып қоймасаң тағы болмайды. Негізі оны стиркаға жууға да болады, бірақ үлкен ғой, оны біздің стирка көтере ме көтермей ме, сонымен қолмен жуып тастадық. Далаға жаңа колонканың несіне шынаңғы қостық та, сонымен жақсылап жуып алдық. Мұздай суға жудық. Негізі мен жуған жоқпын, папам жуды негізі. Мен тек қана өзім жаңа душымды, стиральный машинамды жуып алдым. Стиральный машинада біраз болыпты жуылмағаны. Айтпақшы бізде алдың күні 2 күндей кухняда свет жоқ болды, өйткені свет күйіп кетті. Жаңа йодовый дейді ма, сондай лампа ғой. Сол балқып күйіп кетті. Сонымен 2 күндей светсіз жүрдім. Күндіз есікті ашып қоясың, күндіз жарық болып тұрады. Кешке таман душтың светін қосасың кухняға, одан үйдің светі түседі, сонымен кішкене жарық болып тұрады, сонымен тамақ істеп аласың, әйтеуір барлығын істеп аласың, сөйтіп үйге кіріп кетесің. В общем, негізі бір күнде соны ертесінде қойып қоюға болатын еді жарықты, бірақ папамыз кеш келіп жүргендіктен қоя алмадық. Ол кісі жұмыста ғой енді көбінесе. Оны тағы да басқа ешкімге қойдырмайсың папамыздан басқа. Сонымен 2 күн күттік, аларын алып алғанбыз ғой, қоятын лампочкасын да барлығын алып алғанбыз. Уже 2 күн бар, оның бәрі бар, бірақ қоятын адам жоқ. Сонымен 2 күн күттік папамыз. Сонымен бір күні ертелеу сұранып келіп, сөйтіп ерте сұранып келіп, сөйтіп қойды. Одан кейін наконец-то көзім ашылғандай болды, ана жерде кәдімгі свет болғаннан кейін. Бұл кухняның лампочкасы күйіп кеткеннен кейін мен желден көрдім ғой, жел светті өшірді деп қоямын ғой. Басқа комнаталарда свет жанып тұр, оны мен байқап жатқан жоқпын ғой. Сөйтсем, басқаларда жанып тұр ғой, неғып сен қуып тұрсың дейді папамыз. Сөйтсем, кухняда жоқ екен ғой свет. Мінекей енді барлық комнаталарды деп қоймыз ғой. Бар болғаны 2 комната ғой дейсіз. 2 комнатаны да жақсылап пылесостап алдым. Негізі алдың күні тағы да жақсылап пылесостап алған болатын. Бұл жолы тағы мына кухня бізде тез шашылады ғой. Сол тез шашылғандықтан постоянно осы жерде пылесостаймын да жатам. Арғы комнатаны да пылесостап алдым тағы да бір рет. Өйткені төсекті жаңа жинадық, қақтық, сөктік, сонымен тағы да шағын жиналады. Сонымен ол жақта да бір пылесостап алдым. Одан кейін подставканың үстін өздеріңіз көргендеріңіздей жақсылап сүртіп алдым. Салфеткадан
қалған жаңағы сондай мата қалған екен, сонымен жақсылап сүртіп алдым. Мінекей енді пылесосты орнына қойып қоямын. Барабанчигін бір шайып қоямын. Негізі барабанын негізі мен әр пылесостаған сайын жуып қоямын, шайып қоямын, или мысалы жуып қоямын жақсылап. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай барлығын жақсылап жинап алдық. Мінекей подставканың үстінде кәдімгідей шашылып кеткен болатын, бұны да жақсылап жинап алдық. Мінекей Алматтың столы да вечно шашылып жатады. Одан кейін мына жерде мен постоянно шашымды осы жерде түзулеймін, өйткені осы қалайтын айнасы маған ыңғайлы, и барлық заттарымды осы жерге қойып кетемін, пока суысын, салқындасын деймін де, соны ұмытып кетемін кей кезде. Мына жерді де жақсылап жинап алдық. Мінекей видеомды аяғына шейін көргендеріңізге көп рахмет. Каналыма жазылып кетіңіздер, менен қызықты видео болсын, сіздерден лайк болсын. Сау болыңыздар.